Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен кезекті интерактивті сервиспен танысатын боламыз. Бүгінгі біздің өтетін интерактивті сервисіміз Flippity деп аталады. Google жолағына flippity.net деп жазған кезде бізге Flippity сайтындағы дайын интерактивті сервистердің бірнеше шаблоны шығады. Осы жаттығулардың ішінен мұғалімге аса тиімді интерактивті сервиспен танысатын боламыз. Ол үшін средства выбора случайного имени Flippity деген шаблонды таңдаймыз. Бұл шаблонның ерекшелігі оқушыларды топқа, жұпқа, командаларға бөлуге болады. Сонымен қатар оқушылардың арасында топ басшысын сайлауға, болмаса кездейсоқ айналмалы бекет арқылы оқушылардан сабақ сұрауға болады. Яғни, мұғалімнің өзінің шеберлігіне байланысты түрлі мақсатта қолдануға болатын таптырмас сайт. Тек қана оқушылармен емес, ұстаздармен де түрлі оқыту семинарларында, коучингтерде, тренингтерде пайдалануға аса тиімді. Енді сайтта спиннер, одно имя, расстановка, группы, команды деген батырмалар тұр. Сіздерде ағылшын тілінде тұруы мүмкін. Мышканың оң жақ шетін басып, перевести на русский деп орыс тіліне аударып алсаңыздар болады. Егер аударылмаған жағдайда, осы батырмаларды басу арқылы сіздерге түсінікті болады. Бізде Class.net деген сайтпен таныстық. Ол сайтта рандом әдісі, WordAll'да случайное колесо және Flippity-де спиннер әдісі бірін-біріне ұқсайды. Бірақ Flippity сайтының өзінің ерекшеліктері бар. Біз бірінші кезекте оқушыларымыздың атын жазып алуымыз қажет. Ол үшін более деген батырманы басамыз, қарындаштың үстін басамыз және осында өзіміздің оқушылардың атын жазамыз, болмаса Wordқа алдын ала жазып қоямыз және көшіріп сайтқа орналастырамыз. Подать заявление деген батырманы басамыз. Міне біздің оқушыларымыздың атауы түсті. Енді мына қара батырманы басамыз. Осы кезде бізге топ басшысын сайлау керек болса, топ басшысын мені Кәусар бірінші топтың топ басшысы. Болмаса, сабақты Кәусар айтады деген сияқты түрлі мақсатта қолдануға болады. Енді міне қарасаңыздар, ағылшын тілінде тұр. Мышканың оң жақ батырмасын басып, перевести на русский деп орыс тіліне аударып аламыз. Өзімізге түсінікті болу үшін. Одно имя деген батырманы бассақ, оқушылардың жеке аты шығады. Міне. Яғни осылайда сабақ сұрауға болады. Болмаса, расстановка дегенді бассақ, мысалы, Қайдар сабақ айтса, келесі Құралай дайын отыр деген сияқты мақсатта пайдалануға да болады. Келесі кезекте оқушыларды жұпқа бөлуге болады. 3 оқушыдан, 4 оқушыдан, 5 оқушыдан бөлуге болады. Және 2 командаға, 3 командаға бөлуге болады. Мен осы 3 команда деген батырманы көбіне оқушыларды топқа біріктіруде қолданамын. Мысалы, қайтадан спиннерге барамыз. Оқушыларды 3 топқа бөлу үшін 3 команда деген батырманы басамын және оқушыларды сайт автоматты түрде 3 топқа біріктіріп берді. Енді егер Елнұр, Махаббат, Құралай, Айзере деген оқушылар бір топқа жақсы оқитын оқушылар түсіп қалса, мына батырманы бассаңыздар, оқушылардың жаңағы орындары ауысады. Енді бізде 1, 2, 3 деген топ тұр. Топ атауын осында жазып қойсақ та болады. Мысалы, қожа тобы деген сияқты топтың атауын жазып қоюға болады. Flippity сайтын сабақтың үстінде тек қана топқа біріктіруге емес, түрлі мақсатта қолдансақ болады. Мысалы, топқа біріктіріп алғаннан кейін қайтадан спиннерді басып, оқушыларды
топ басшысын сайлауға болады, болмаса оқушылардан жеке сұрақтар қоюға болады. Енді біз осы тізімді қайта жазбас үшін сақтап қоюымыз қажет. Ол үшін жұлдызша батырмасын басамыз. Және мен 5-ші А сынып деп жазып қойдым. Сіздер өздеріңізде мысалы 6-шы сынып болса, 6-шы жаңағы қай сынып екенін жазып, өздеріңіздің жаңа закладкаларыңызға сақтап қойсаңыздар болады. Сол кезде сіздер қайта жазып жүрмейсіздер. Сіздердің оқушыларыңыздың тізімі сіздердің закладкаларыңызда сақтаулы тұрады. Және кез келген уақытта сіздер сол сыныпқа кірген кезде спиннерді пайдалана бересіздер. Ал құрметті әріптестер, бүгінгі Флиппити сайтындағы оқушыларды топқа, жұпқа, командаға бөлуге арналған сервис сіздерге өте тиімді болады деп ойлаймын. Өздеріңіздің тәжірибелеріңізде қолданып көріңіздер. Жасалуы оңай және өте тиімді. Іске сәт, сау болыңыздар.